Менің есімім Қымбат Бақытбекқызы, Алишоп Қытаймен бизнес компаниясының негізін қалаушысы боламын. Және де қазіргі таңда біздің офисіміз Алматы қаласында Каусар бизнес центрінде 4-ші этаж 412-ші кабинетінде боламыз. Негізі біз 2017 жылдан бастап, соңынан бастап осы тауар әкелумен айналысқанбыз. Негізі өзім Қытайдың тумасымын, яғни Қытайда университет бітіргем, мамандығым бухгалтер, және де Қытайдың үлкен компанияларында, бизнес жасайтын компанияларында жұмыс жасағам, яғни телеарналарын басқару орталықтарында менеджерлерді басқарғам, яғни клиентпен телефонда қалай сөйлесу керек, телефонда клиентпен қалай жұмыс жасау керек, қалай сауда жасау керек интернет арқылы. Қытайлар интернетте сауданы қалай дамытқан, рекламаны қалай жасаған, өз бизнестерін Қытайлар қазір бүткіл дүние жүзіне дамытып отыр ғой. Олар қалай дамытып жатыр, солардың бәрін, солардың басы қасында жұмыс істеу барысында толық үйреніп, тәжірибе топтап, қазіргі таңда осы Қазақстанда соны дамытып жатырмын. Сол үшін менің өзімнің осы университетті бітіргеннен бастап осы сауда саласында тәжірибем өте мол, яғни Қытайлардың компанияларында жұмыс жасадым. Осы Қазақстанға да келіп, осы сауда саласымен айналысып жатырмын. Яғни Қытайдың сайты, Қытайдың тауары, Қытайдың логистикасы Қазақстанға жалпы Қытайдың тауары жағынан болсын, сату жағынан болсын 7 жылдық тәжірибем бар. 2014 жылдан бастап осы саудаға кірістім. Енді сіздерге осы курс барысында болсын, осы тікелей эфир сабақтарында болсын, өзімнің барынша өзімнің пайдалы ақпараттарымды және барынша өзім тәжірибелерімен бөлісуге тырысамын. Енді ары қарай кеттік. Біздің Алишоп компаниямыз негізі 2017 жылдан бастап осы тікелей Қытайдан тауар кіргізіп жатырмыз. Жалпы бізде Қытай қаласында 100-ден астам сенімді заводтарымыз бар, яғни кез келген тауарларды шығаратын, өндіретін сенімді тіркелген заводтар бар. Біз осы курс барысында осы сенімді заводтарды ұсынамыз, яғни бізден курс соққан кісілерге қандай заводтардан қандай тауарды алу керек, яғни қандай заводтармен жұмыс жасау керек, қандай заводтар сенімдірек болады, соларды біз ұсынамыз. Және де бізде Қазақстанда 10 мыңнан астам бізбен тұрақты жұмыс жасап жатқан клиенттеріміз бар, яғни біздің курсымызды оқып жатқан, бізден пайдалы өздеріне ақпарат алып, тауар алып, дамып жатқан кісілер бар. Қазіргі таңда тек қана Алматыда емес, Қазақстанның барлық қалаларында бар. Яғни сіздер де қорықпай, алаңдамай, ешқандай өздеріңіз үйдеріңізде отырып, кез келген тауарларыңызды біз арқылы алдырып, или болмаса біз арқылы үйреніп, қалай сатуды үйреніп, жұмыс жасасаңыздар әбден болады. Және де бізде Алматыда да складымыз бар. Бас складымыз қазір Алматы қаласында Мизан базарында үлкен складымыз бар. Яғни сіздердің Қытайдан заказ берген тауарларыңыз біздің Қытай Республикасындағы Иу қаласында складымызға кеп түседі. Сол складтан прямой бізде серіктестеріміз Алматыға салып жібереді. Содан Алматыдан біз сіздерге Ақтау, Атырау, мейлі сіз қай қалада болсаңыз да біз сіздерге салып жібереміз. Және де қазір енді мына жерде қараңыздар, өзімнің немен бөлістім, және біздің компания жайында толық ақпараттар айттым. Енді сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер, мен сабақтың соңында сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін болам. Жаңа бонустарды айттық. Енді қазір көп кісілердің айтатыны мына карантин қиын болды, мына карантинда дымыс істей алмайтын болдық, бизнесіміз тоқтап қалды, андай-мындай деген сияқты проблемалар айтып жатыр. Бірақ та мен сіздерге айтайын, карантин бізге де, барлық адамдарға да, дүние жүзіндегі, тек қана Қазақстанға емес, бүткіл дүние жүзіндегі дүние халқының барлығына кедергі болып жатыр. Мейлі бизнесіне болсын, мейлі денсаулығына болсын, мейлі вирустар барлық адамға кедергі болып жатыр. Бірақ та біз керісінше осындай бір кедергі болатын істің керісінше жақсы жағынан, плюс жағынан пайдалануымыз керек. Яғни оны қалай пайдаланамыз? Сіздер білесіздер ма? Қазір көп базар болсын, тауар сататын, киім сататын, мебель сататын, кез келген бизнес, кез келген кәсіпорын, кез келген реклама орындарының барлығы жауып тастады. Не үшін? Өйткені оларға аштырмайды, біріншіден. Екіншіден, олар ойлайды, қазір халық тек қана тамақ алады, тек қана продукт алады, басқаға ақшасы жоқ, басқа ештеңе алмайды деген идеясы бар, кері идеясы бар.
сонымен олар уже рекламада бермейді, нарық бос жатыр қазір. Нарыққа ешкім ештеңе салып жатқан жоқ қазір. Тек қана осы вирусқа қатысты маска, вирусқа қатысты тауарларды салса салып жатқан шығар, бірақ та киім-кешек, басқа тауарларды ешкім салып жатқан жоқ. Себебі олардың идеялары қандай? Яғни нарықта бұл сұраныста жоқ. Қазір халық тек қана осы медициналық заттарды алады, тек қана ішіп жейді деп қана ойлап жатыр да. Амалиятта мен сіздерге айтайын, амалиятта керісінше қазір нарықта ешкім реклама, ешкім тауар сатып жатқан жоқ, ешкім сондай бір киім бірдеңе сатып жатқан жоқ. Керісінше нарық бос қалды қазір, нарық бос қалды. Бірақ халық мейлі үйде отырса да, мейлі жұмысына шығып жүрсе де, қазір ол адамдар киім киюін тоқтатпайды, тұрмыста қолдануын тоқтатпайды деген сөз. Сол үшін ол карантинда ештеңе сатылмайды деген сөз өтірік сөз. Наоборот, қазір нарық бос қалды, базарда жабылып жатыр. Сол үшін бәр нәрсе сатылады қазір. Киім сатасыз ба, или үйге қолданатын, кухняға қолданатын заттар сатасыз ба, мебель сатасыз ба, пастель сатасыз ба, перде сатасыз ба, не сатасыз, бәрін сатуға болады қазір. Себебі қазір оны сататын жерлердің барлығы жабылып қалды. Оны сататын адамдардың барлық рекламаларын тоқтатып, жауып жатыр. Сол үшін нарық бос жатыр қазір. Сіз енді осындай уақытта орайды қолданып, үйіңізде бос отырмай, рекламаны қорықпай жіберіп, қорықпай жұмыс жасасаңыз, міндетті түрде сіздің саудаңыз жүреді деген сөз. Сол үшін бұл сіздер карантинда сауда жүрмейді, андай мындай деген кері идеяны жауып тастасаңыздар болады қазірден бастап. Наоборот, қазір өтіп жатыр. Бізде даже офисте тауар қалған жоқ, складта тауар қалған жоқ. Не үшін деген кезде біз өзіміз басқасында отырмыз ғой, білеміз ғой. Адамдар деген қырылып алып жатыр тауарды, қырылып алып жатыр. Жоқ дейді даже. Кейбір ауылдарда даже тауар бармай қалған, салынбай қалған уже. Адамдар уже қажеті одан арман артып жатыр деген сөз. Сол үшін алынмайды ғой, мындай ғой, андай ғой деген сияқты өздеріңіздің нелеріңізді, кері ойларыңызды жеңсеңіздер болады. Қазірден бастап идеал жақтан өздеріңізге кедергі болып жатқан нәрселердің барлығын жеңіңіздер. Тек қана бір саланы талдап алыңыздар да, бір тауар саласын талдап алыңыздар да, мына бос жатқан нарыққа жұмыс жасаңыздар. Дауысым естіліп жатыр ма? Сіздерге менің дауысым естіліп жатыр ма? Қазір дауыс естілмей жатыр деп жатыр екен, мына жерде. Естіліп тұр, жақсы дейді. Аха, жақсы. Сол үшін қазір мына нарық бос жатыр, қазір адамдардың барлығы, базарлардың бәрі жабылды, яғни елдердің бәрі жұмыстарын тоқтатты, ойлап жатыр, ой жүрмейді карантин, ешкім ештеңе алмайды деп. Наоборот, қазір жүріп жатыр, біз басқасында отырмыз ғой. Сол үшін сіздер ойбай деп қорқып кетпеңіздер, қазірден бастап уже кірісіңіздер. Үйде отырып ап, бұрын саудаға айналысып көрмесеңіз де мейлі, біз үйретеміз. Егер айналысып көрмеген болсаңыз, реклама жасап көрмеген болсаңыз, инстаграммен жұмыс жасап көрмеген болсаңыз, Қытайдан тауар алдырып көрмеген болсаңыз, міне біз отырмыз, үйретеміз, онлайн үйретеміз. Ешқандай біздің Алматыға ат шаптырып келіп, офисқа келіп үйрену бізге ондай сіздерге міндет емес. Тек қана сіздің соткаңыз, интернетіңіз болса болды, барлығын істеп кете аласыздар. Сол үшін қазір осындай идеялардан өздеріңізге кедергі болатын идеяларды, ең алдымен адамды кедергі болатын, адамның табыс табуына кедергі болатын нәрсе адамның миы, мына идеясы адамның. Адам миын тазартқанда, идеясын тазартқан кезде ол адамның істей алмайтын жұмысы жоқ, істей алмайтын жұмысы болмайды, таппайтын табысы, таппайтын ақшасы болмайды. Себебі бұл ол табысты сізде таппасаңыздар да басқа адам тауып жатыр да. Сіз басқа адам мен адамның ерекшелігіне ештеңе ерекшелік жоқ. Барлық адамда ми бар, барлық адамда сана бар. Барлық адамда қол бар, 12 мүше барлығымызда бар ғой, солай ма? Сол үшін көп табыс тауып жатқан байлар болсын, қазір біз арқылы тауар алдырып, тендерде ұтып, ақша тауып жатқан, үйінде отырып, қазір біз арқылы жұмыс жасап, интернет магазин ашып, ақша тауып жатқан кісілердің істеп жатқан табысын сіздер де таба аласыздар, сіздер де істей аласыздар. Тек қана мына идеяларыңызды өзгертсеңіздер болды. Өтпейді, мен істей алмаймын, менде ақша жоқ, андай мындай күйеуім қарсы болады, ой ол ұят емес пе деген сияқты ұсақ түйек идеяларыңызды уже шайып тастаңыздар. Ештеңе керек емес. Сіз біреуді алдап жатқан жоқсыз, сіз біреуден тартып алып жатқан жоқсыз. Тек қана адал еңбегіңізбенен елдердің қажет қылатын тауарларын реклама беріп салыңыз. Негізі дінде де бар ғой, тауарға бірге бір қосып сатуға болады. Мысалы, мына ручканы сіз 50 теңгеден алсаңыз, пожалуйста 100 теңгеден сатыңыз. Сол сияқты кез келген тауарларды сіз өзіңіз алып
Қытайдан 2-3 есе арзан бағада ала аласыз. Оны ала алмайым десеңіз, біз алдырысып береміз. Яғни біз прямой Қытайдан тауар жеткіземіз. 1688 деген Қытайдың ішкі зауыттар тіркелген сайттар бар. Ол жерде бағалар Қазақстанның жалпы дүние жүзінің бағасынан қарағанда 2-3 есе арзан. Енді сіз соны алдырасыз, алдырғаннан кейін оны сіз бірге-бір қосып сатуыңызға әбден болады. Үйіңізде отырып сатсаңыз болды. Ешқандай оны сіз Атырауға, мына жерге өзіңіз ат шаптырып апару керек емес. Қазір дамыған заман, сол үшін сіз үйіңізде отырып алған заказыңыз алдымен біздің Алматыға, складқа келіп түседі. Оны біз кез келген қалаға салып береміз. Яғни сіз үйіңізде отырсаңыз, үйіңізде отырып телефоныңызға күніге жарты сағат, 1 сағат уақытыңызды шығарып, біз үйреткен реклама құралдарымен, біз үйреткен сату құралдарын қолдану арқылы бизнес жасасаңыз болды. Ешқандай да қиын нәрсе емес. Тек қана сіз ең бірінші қиын нәрсе сіздің санаңыз, идеяңызды өзгертіңіз. Осы идеяңыз бен санаңыз, қорқынышыңыз жойылса, болды, ешқандай нәрсе сізге кедергі емес. Мейлі карантин бола ма, мейлі бірақ жауып тастай ма, не болмаса жұмыс бола ма, қай кезде де адам идеясын өзгертсе, өзінің қорқынышын жойса, тек қана адамда бірінші Аллаға, бір одан кейін өзінің істеп кете алатынына сенсе, болды, ешқандай нәрсе кедергі болмайды. Жарайды, сіз бұдан бұрында басқа компаниямен жұмыс жасаған шығарсыз, басқа бір адамдармен кездескен шығарсыз, басқа біреулерге алданып қалған шығарсыз дегендей, көп кісілер айтады, мен анаға 1000 теңгемен оқыдым, мынадан 5000 теңгемен оқыдым, бүйтіп қалды, сөйтіп қалды, андай, мындай деген сияқты бір кедергі идеялардың өздеріне кедергі болады да, сосын кейін қорқып істей алмай қалады. Ойбай, мынауды алда кетпей, мынандай болып кетпей, мынандай болып кетпей ма деп. Үйтіп барлығынан қорқа берсеңіз, онда есік терезеңіз бірақ тымшалап жауып отырасыз. Бір тиында табыс та болмайсыз, онда қалай тамақтанасыз, қалай жүресіз деген сияқты. Сол үшін қоғам заман болғаннан кейін ондай нәрселер болады. Бірақ сіз ондай ұсақ-түйек елдердің істеп жатқан жұмысына бола, сізге тудырып жатқан кедергілеріне бола, өзіңіздің даму, табыс табу, тіршілік ету жағыңызды кедергі қылып жойып тастауыңызға болмайды. Сол үшін біреу болмаса біреу болатын шығар. Адам өзінің құлшынысын, тырысшаңдылығын жоймаса болды, табандылық болса болды. Істеймін деген сізде өзіңіздің ниетіңіз болатын болса, әрекетіңіз болатын болса, Алла сізге берекетін береді деген сөз. Сол үшін сылтау, артық сылтау, ана жоқ, мына жоқ, анау мындай, анандай, сондай, биткен, сөйткен, карантин деген сияқты барлық кедергілеріңізді бүгіннен бастап алып тастаңыздар. Тек қана болмайтын нәрсе жоқ, болдыра алмайтын адам бар деген бар да. Сол үшін сіз болдыра алмайтын нашар адам болғанша болдыратын мықты адам болыңыздар. Сонда кенет табыс, ақша барлығы сіздердің қолдарыңызда болады, Жақсы, енді осылай сіздердің қорқыныштарыңызды жойдым деген сезімдемін, ойдамын. Егер жоя алмасаңыздар, арқалай дәрші жұмыс жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Енді мен сіздерге бағанан бері айтып жатырмын, Қытайдың 1688 сайт тауар деп, қазір солар жайында сіздерге нақты көрсете кетейін. Қытайдың 1688 деген сайты мынау, міне, қараңыздар. Бұл жерде Джек-ма деген Қытайдың үлкен ғалымы, бұл ғалымы Қытайдың бүткіл тауарларын тек қана Қытайда емес, бүткіл дүние жүзіне сату мақсатында мынандай 1688 Таобао, Тенмау, Алиэкспресс, Алибаба деген сайттарды құрып шықты. Қазір бұл дүние жүзін елеген сайттар, бүткіл Қытайдың тауары, бүткіл саудасы, бизнесі осымен ғана жүріп тұр, сіздерге айтайын. Қазір елдің бәрі айтып отыр ғой, ойбай, Қытайдың тауары барлық жерде бар екен, шетелде де бар екен, Ресейде де бар екен, ана жерде де бар, мына жерде бар. Не үшін? Өйткені олар бүткіл сайттарын, бүткіл интернетпен ақ жаулап отыр бүткіл дүние жүзін. Көрдіңіздер ма? Сол үшін бұл жерде сіздер мынау мысалға Қытайдың Алибаба, Алиэкспресс деген сайты, бұл Қытайдың шетелге шығарған сайты да. Бұл жерде бағалар арзан болады, қымбат болады. Не үшін? Өйткені олар Қытайлар енді өзінің нарқындағы бағамен өз басқаларға да сатпайды ғой. Олар енді шетелдің адамдарынан да пайда көру керек деген сияқты. Сол үшін бұл жерде бағалары қымбат болады, и доставкасы өте ақырын болады. Себебі бұған жасайтын доставка Қытайлардың өздерінің доставкасы болады да. Енді олар доставкалар өте ақырын болады. Ал енді бізде қазір жұмыс жасап жатқан сайтымыз 1688 және Таобао деген сайт. Бұл Қытайдың ішкі нарқындағы сайт. Бұл сайттан біз прямой өзіміз доставка жасап, қазақтар, осы Қытайдағы қазақтар бар, бізде Қазақстанда қазақтар бар, прямой тез келетін жолдарын іздестіріп, қазір осы екі сайт арқылы біз Қазақстанға тауар жеткізіп отырмыз. Қазір тауар жеткізіп жатқанымызға 3-4 жыл уақыт болды. Яғни жүйеленген складымыз барлығы бар. Сіз үйіңізде отырып карантинда осы 1688 Таобао сайты арқылы
тіркеліп тікелей біз осы курста осы енді 20 ағым басталады бізде, 20 ағымнан бастап біз уже 20 ағым бастап қойдық қой. 20 ағымда біз көп аккаунт ашам дегендерге ашып бердік, бірақ толықтай ашып берген жоқпыз. Енді біз осыдан кейінгі курстарға қатысқан адамдардың барлықтарына аккаунт ашып береміз. Бұл менің сіздерге ең бірінші бүгінгі айтатын ең үлкен бір қуанышты хабарым сіздерге айтайын. Бұдан бізде қазір отырған, бұдан бұрын курсқа қатысқан кісілер де бар, қатыспаған кісілер де бар. Айтатыным нәрсе 1688 деген Қытайдың ішкі заводтар тіркелген сайт бар. Сол сайттарға сіздерге логин, парол алып тіркеп береміз. Оған тек қана курсқа қатысқан кісілерге тіркеп беретін боламыз. Яғни сіз өзіңіздің соткаңызда 1688 программасын қазір біз қондырып береміз ғой. Сол жерде сіз курстан біз тек қана даму курсына қатысқан кісілерге аккаунт ашып береміз. Сіз өз қолыңызбен заказ беріп, өз қолыңызбен Қытаймен сөйлесіп, біз үйретеміз оны қалай сөйлесесіз, қалай заказ бересіз, қандай тауар сапалы, қандай тауар сапасыз, қандай зауыт сенімді, қандай зауыт сенімсіз, қайсыны қорықпай алу керек, қайсыны қорқып алу керек деген сияқты нақты керекті ақпараттарды үйретеміз. Сол арқылы сіз өз соткаңызда отырып заказ бере аласыздар. Яғни біздің адрес Қытайдағы Иу қаласындағы адресті жазып отырып заказ бересіздер. Түсіндіңіздер ма? Енді бұрынғы қатысқан кісілер болатын болса тоже хабарласаңыздар болады. Барлықтарыңыз тіркеп береміз. Енді ары қарай кеттік. Ең бірінші үлкен жаңалығымыз осы біздегі Алишоптағы. Бұдан кейін бұдан бұрында заказ бере алмай қорқып жүрген, тауарым келмей қалады, андай мындай болған деген нәрселерді қазірден бастап алып тастасаңыздар болады. Заказ бере бересіздер. Барлықтарыңыздың заказдарыңызды қабылдаймыз. Разница неде? Курс оқығандардың пайызы аз болады, курс оқымағандардың пайызы кішкене. Енді қызмет қосамыз. Біз мына жерде құрып отқан жоқпыз. Адамдар жалдап істетіп жатырмыз деген сияқты. Біз мына жерде қызмет өтеп отырмыз деген сияқты. Курс оқығандардікі арзан болады пайызы. Курс оқымағандар кішкене өз пайызымызды қосамыз. Курс оқығандардың доставкасы арзан болады. Курс оқымағандардың доставкасы кішкене қымбатырақ болады. Себебі біз доставкаға склад жалдаймыз. Складта тауарлар реттейтін күршік жалдаймыз деген сияқты. Сол үшін сондай болады. Түсіндіңіздер ме? Енді ары қарай кеттік. Осы 1688 сайтын сіздерге үйретіп жіберейін. Үйреткенде көрсетіп жіберейін. Енді курста үйретем ғой. Қазір енді оның бәрін сіздерге бір апталық сабақты үйретіп бітіре алмаймын. Енді кез келген бизнесті бастау үшін сіздерге айтайын. Кез келген мысалға мойка ашыңыз, кафе ашыңыз, киім сататын дүкен ашыңыз, үлкен базардан үлкен бутик алыңыз. Бәріне өте көп қаржы кетеді. И оның дамып бір деңгейге бару үшін оған көп деген қаржы, көп деген уақыт кетеді. Мысалға бір мойка ашатын болсаңыз, машина жуатын, кілем жуатын, оған сіз арнайы мойканың аппаратын аласыз, одан кейін оған адамдар алып істетесіз, оған арендаға бір жерді аласыз, сосын кейін оның рекламасын жасайсыз. Оның алған орныңыз мықты болу керек сізге. Ол жерде мысалға машинасы адамдар отырақтасқан жер болу керек деген сияқты. Қолайлы болу керек кіріп шығуы. Сол сияқты машина қоюға қолайлы болу керек деген сияқты. Оның іздеп сіз табу үшін, орын іздеу үшін даже сіз 2 ай кетеді уақытыңызға. Оған қаржы іздейсіз, таныс тамыр іздейсіз, сосын кейін уже рекламаңыз жібересіз. Сіздің мойкаңыздың елдер біліп, ол саудаңыз жүріп болғанша кем деген 2 жыл уақыт кетеді. Ал енді мейлі киім сатсаңыз да бутик алып, оған сіз бір бутик толтыру үшін кемінде 2-3 миллион ақша керек сізге. Бір бутикке тауар салу үшін кемінде 2-3 миллион ақша керек. Қараңыз, бутиктің арендасын төлейсіздер. Мысалға Байсат базарынан бутик алатын болсаңыз, ең арзан болғандағы аренда 350 мың. 350 мың. Ана қара базар деп ойлаймыз ғой, тауар арзан, қара базар деп менсінбейміз ғой. Амалиятта ол базардың арендасы өте қымбат. Ең арзаны 350 мың бізде Алматыда. Басқа қалада қанша екенін білмеймін енді, Ең арзан 100 мың, 150 мың болатын шығар, басқа қалада оны білмеймін енді. Бірақ та енді қараңыз, кафе ашу үшін де оның орнын дұрыс талдау керексіз. Адамдар көп жерден талдау керексіз. Кафе ашу үшін де оның ішіне стол орынды алу керексіз. Повар алу керексіз. Ол поварыңыз кейде кетіп қалатын болса, ана кафеңіз жабылып қалады деген сөз. Сол үшін ол тамақ істеуді өзіңіз білу керексіз. Официант алу керексіз. Андай мындай жұмыс көп, в общем, ақша керек, қаржы керек, басқа бизнес жасау үшін, басқа кәсіп жарату үшін. И сосын кейін сізге қаржы керек, уақыт керек болады. Ал енді Қытаймен бизнес жасау үшін, үйде отырып интернет арқылы табыс табу үшін, интернет арқылы тауар сату үшін мен сіздерге айтайын қанша қаржы керек екен. Интернетте табыс табу үшін, бизнес жасау үшін
ешқандай көп қаржы керек емес. Көп кісілер айтады маған, қанша миллион салсам болады қымбат осы бизнеске, мен осы бизнеске қанша ақша салсам болады, не болмаса аренда алайын ба, бутик ашайын ба деген сияқты сұрақтар өте көп айтады маған. Мен сіздерге қазірден бастап айтайын, Қытаймен бизнес жасау үшін ешқандай бутик, ешқандай магазин, ешқандай бір орын, ештеңе керек емес сізге. Көп те ақша да керек емес сізге. Ең бірінші керек нәрсе айтайын, сіздерге ең біріншісі тауарды қалай аласыз. Яғни сіз енді құр сөз сатпайсыз ғой, жерде сіз тауар сату керексіз. Бизнес бар жерде тауар болмаса, ол бизнес емес. Тауар ең бірінші бизнестің өзекті тиегі. Сол үшін сізде тауардың келуі, яғни келгенменде өте арзан жолын білу керексіз. Яғни ол Қытайдың заводтарынан аласыз. Кез келген тауардың барлығы Қытайдан келеді. Сол үшін Қытайда тауарлар арзан. Қытайда тауарлардан 3 түрлі тауар бар. Яғни оригиналсы, одан кейін средний қол жетімдісі, одан кейін нашары болады. 3 түрлі тауар болады. Ал енді көбінде қазір қазақстандықтар болсын, дүниежүзілік адамдар болсын, Қытай десең болды, ойбай, Қытайдың тауарларының барлығы жаман, Қытайдың тауарларының барлығы качествосы нашар, андай мындай деген сияқты сөздерді өте көп айтады. Сол үшін мен сіздерге айтайын, ондай сұрақтар не үшін, ондай нәрселер не үшін болып жатыр нарықта? Себебі қазір бізде Қазақстанда оптовиктер, оптом сататын адамдардың ең басты көздейтіні пайда. Өйткені олар көп сатқан сайын тауарға өте аз пайда қосады. 100 теңге, 200 теңге қосады оптом сататын кісілер. Сол үшін ол кісілерге алатын тауарлары арзан болған сайын оларға пайда көп болады. Сол үшін ол кісілер өте арзан, Қытайдан өте құн жойылып кеткен, басылып қалған, скидка жасап жатқан өте арзан тауарларды алып алады. Сосын кейін оны сатады Қазақстанға келіп. Сол үшін ол өте басылып қалған, скидка болып кеткен тауарлар, ол құн жойылып кеткен, баяғыда хит болып кеткен Қытайда сатыл, адамдар қызықпайтын, модельдерде нашар, басылып қалған 2 жылдың алдағы басылып қалған тауарлар болған себепті олардың сапасы да нашар, модельдерде нашар болады. Сол үшін ол Қытай деп кеткен нәрсе солай басталған. Ал біздің қазір ерекшелігіміз не? Біз қазір 1688 деген Қытайдың үлкен негізгі сайт, негізгі заводтары күніге жаңа тауар салып отырады, жерге күніге новый нәрсе салып отырады, и арзаны да, сапалысын да, сапасызын да шығарып отырады. Біз енді өзіміз постоянно Қытайдан тауар алып жүргеннен кейін, ол жерде сапалысы қайсысы, оның барлық бізде толық үйреніп істеп болдық. Біз осы курста, осы 1688 сайтынан, заводтан ең сапалы, ең арзан, өзі сапалы, өзі қол жетімді, өзі жақсы тауарларды заказ беріп алдыруды үйретеміз. Яғни сіз үйіңізде отырып, барахолкадағы, базардағы арзан-құрзан заттарды емес, Қытайдағы новый шыққан адамдар қызығатын. Қазір адамдардың бар ғой, ақшасы жоқ болса да жақсы нәрсе алғысы келеді. Кім жаман нәрсе алғысы келеді? Бәрі жаңа нәрсе алғысы келеді. Мысалға 2 жылдың алдында шығып кеткен сотканы ешкім ұстағысы келмейді қазір. Адамдардың уже санасы өсіп жатыр да, қоғамның дамуына байланысты. Бәрі жақсы нәрсе қолданғысы келеді, бәрі новый нәрсе қолданғысы келеді. Сол үшін интернетте сіз сату үшін 2 жылдың алдында қалып қалған нәрсе емес, сапасы да жақсы, одан кейін новый хит нәрселер сатсаңыздар, интернетте бизнес жүреді. Хит болу керек, бір көрген кезде уже адам қызығу керек та. Базарда тұрған нәрселерді көрсетсеңіздер ешкімге қызық емес, ол базарда да көріп жүр, онсыз да сіздер алған базардан ала салмай ма? Сол сияқты сіз бұл интернетте Қытайдан енді ғана шығып жатқан новый тауарларды біз каталогқа салып отырамыз. Біздің каталогымыз бар. Егер каталогта жоқ кісілер, қазір осы сабақтың соңында мен нөмір қалдырамын, сол нөмерге телефон нөмірлеріңізді қалдырсаңыздар, біз сіздерге каталог жіберіп береміз. Қытайдан күніге сол каталогқа новый тауарлар салып отырамыз. Сол новый тауарларды өздеріңіз алып, реклама жіберіп, заказ жинап, ақша тапсаңыздар болады әрине. Өйткені олар өте жақсы сұраныс болып жатқан, нарықта өтіп жатқан тауарлар. Сол үшін оны қорықпай реклама жасап, қорықпай сатсаңыздар болады. Сол үшін сіздер ең біріншісі үйде отырып табыс табу үшін, Қытаймен бизнесті бастап кету үшін ең біріншісі Қытайдан қалай 1688 сайтынан сенімді сапалы тауарларды қалай іздеуді, қалай табуды үйрену керексіздер біріншіден. Екіншіден 1688 сайтынан өздеріңіз заказ беріп алдырған тауарды реклама жасап үйрену керексіздер. Яғни Instagram, Facebook, YouTube, даже YouTube'тан реклама жасап алып, мен сіздерге айтайын, YouTube'тан егер білмейтін кісілер болса, сұрасаңыздар болады. YouTube'тан, Telegram'да бар, қазір Telegram арқылы бизнес жасап жатыр. Екінің бірі қазір Telegram'да отырады. Сосын кейін Facebook'қа көп мән бермейсіздер ғой. Facebook'та байлар отырады. Кілең байларды алатын тауар сатсаңыздар күшті өтеді Facebook'та. Осы адамдардың отыратын әлеуметтік желілеріне реклама қалай саласыздар, рекламаны қалай жібересіздер. Қазір видео реклама өте хит болып жатыр.
елдердің инстаграмда қалаулым болсын, елдердің видеоларына қарап, қызықтарына қарап, ішкен тамақтарына қарап, жүрген жерлеріне қарап отырғанша, біреу болса да, бір тал болса да видео реклама салып, бір тал болса да фото реклама салып тауар сатсаңыздар, сол сіздерге пайда, сол сіздерге ешқандай уақыттарыңызды кетірмейді. Енді мен сіздерге 1688 сайтын айттым, сол 1688 сайтын қазір көрсетейін. Енді қараңыздар, міне 1688 сайтын сіздер былай ашасыздар, егер сіздер ноутбук болса ноутбуктен, сотка болса соткадан былай басасыздар. 1688.com деп ашасыздар. Қазір 1688-тің программасын соткаларыңызға қондырып беретін боламын. Тек қана осы сабаққа қатысып зейін қойып бастан ақи түспей отқан адамдарға 1688 сайтының программасын түсіріп беретін боламыз. 1688 деп соткаларыңыз, мейлі соткаңыз болсын, мейлі ноутбукке 1688.com деп басасыздар. Сосын кейін сіздерге Қытайдың ішкі нарыққа тіркелген сайттар шығатын болады. Қараңыздар, қазір көрсетеміз. Қазір не іздеп жатыр? Мына жерде сіздер іздеген кезде мынандай шығады, Alibaba деп шығады. Оған кірмеңіздер, ол Қытайдың сыртқы сайты. Ол жерде тауарлар қымбат. Оның астында қарасаңыздар, қытайша жазу тұрады. Содан кейін 1688 деген шығады. Соны басасыздар, қараңыздар. Соны басасыздар. Басқаннан кейін мынау негізі соткадағысы екен. Соткадағысы бізге керек емес. Бізге керегі ноутбуктегісі. Соткадегісін соткада көреміз, Бірінші соткадегісі ноутбуктен ашсаңыздар, бірінші соткадегісі шығады, сосын екіншісін басасыздар, бұл ноутбуктегісі болады. Қараңыздар, 1688 деген бағанан бері қырылып атқан, оны Қытайдың ішкі нарығындағы сайт осы сайт. Бұл сайтта негізі тауарлардың барлығы бар. Бұлда негізі 21 миллионнан астам зауыттар бар. Яғни сіз бұл жерде бір тауар іздесеңіз, көп деген зауыттар шығарып береді. Оның ішінде сенімдісі де бар, сенімсіз де бар. Мысалға, қазір біз бір тауар іздеп көрейік. Мына жерде тауар фотосын іздеу дегенді басасыздар. Басқаннан кейін мына жерде мысалға мен басайын, қазір мына жерде хит болып атқан балалардың аяққа айналдыратын, мынандай жанып тұратын хит тауары бар. Қазір бізде өте сұраныс болып жатыр. Қазір карантинде балалар үйлерінде, каникулда осыны көп ойнайды. Ата-аналардың барлығы осыны алдырып жатыр. Осыны сатсаңыздар да болады. Қазір көрсетейін сіздерге. Мінекей қараңыздар тауарларды, осындай аяққа салып айналдыратын тауардан біз бір фотомен іздедік қой, қараңыздар. Бірақ та бізге деген қалың зауыттар шығарып берді, қараңыздар. Бұның ішінде сенімдісі де бар, сенімсіз де бар, барахолкадағы сияқты нашар тауарлар да бар, жақсысы да бар дегендей. Енді сіздер осының ішінде біз курс барысында ең сенімді, сапалы зауытты тауып, тауарды уақытында кешіктірмей салатын жақсы зауыттар тауып, заказ беруді үйретеміз курс барысында, қараңыздар, Енді қазір сіздерге бір жағын үйретіп кетейін. Енді барлығын үйретіп отыруға уақыт жетіспейді. Оны біз бір апталық курста үйрететін боламыз. Мына жерге қарайсыздар, бұл зауыттардың шығарылған жылдары мына жер астында тұрады, қараңыздар. Бір жыл болған зауыт, бір жыл болған зауыт. Негізі біз 3 жылдан жоғары жұмыс жасаған зауыттармен қорқпай жұмыс жасаймыз. Себебі зауыттардың жұмыс жасаған уақыты ұзарған сайын, олардың қызметі, тауарлардың сапасы жақсы бола бастайды. Қарасақ, мына жерде мына зауыттың жұмыс жасағанына 6 жыл болыпты, қараңыздар, жақсы екен, молодец. Мынау 1 жыл болған дейді, мынау 1 жыл болған дейді, қараңыздар, 4 жыл болған дейді. Енді қазір қарайық, 6 жыл болған зауытты ашып көрейік. 6 жыл болған зауыт, мінекей. Не қараңыздар. 6 жыл болған зауытты ашып көреміз, себебі олардың жыл ұзақ болған сайын олардың тауарлардың сапасы, қызметі барлығы жақсы болады деген сөз. Енді мына жерде қараңыздар, мынаны біздің каталогтан да көріп атқан шығарсыздар, бағасы небәрі 3 юан 30 тиын екен. 3 юан 30 тиын, енді мен сіздерге Қытайдағы бағасын есептеп берейін. Ана тауарларды әкеп қойшы, блендерлерді қазір көрсетейін, терезе жуатындарды. Біздің Қытайдан алдырған живой тауарларымыз көрсетейін сіздерге. Енді мына жерде 3 юан 30 тиынды көбейтеміз, 13-тік алдық деп есептейік. Доставкасына қосамыз 5 юан, көбейтеміз 65-ті көбейтеміз, мик 65, бөлеміз 13-тікке. Сонда
Қазір мына тауардың бір үштігі небәрі 247 теңге екен, қараңыздар, 247 теңге. Бұны Қазақстанға әкеп елдер 500 теңге, 1000 теңге, 1500 теңге деп сатып жатыр. Өйткені қазір карантинда елдің бәрі алып жатыр, бала шағасын алып беріп жатыр, аяққа салып ойнайды, мынандай. Біздің каталогқа көрсеңіздер бар. Мейлі осындай ойыншықтар болсын, мейлі басқа заттар болсын, кез келген тауарларды сіздер Қытайдан заказ беріп, үйлеріңізде отырып алдыра аласыздар. Яғни біз курста осы сайтқа прямой тіркелсеңіз заказ бере аласыз. Курс барысында осы заводқа, осы сайтқа прямой тіркеп береміз. Курсқа қатысқан кісілерге тек қана, сосын тіркеліп алғаннан кейін кез келген уақытта заказ бере аласыздар. Егер мен қорқам, заказ бере алмаймын, мындай деген кісілерге біз өзіміз көмектесіп заказ беріп береміз. Енді мына жерге фотосымен іздедік, енді атымен іздеуге де болады. Мына жерге қазір атын жазып іздейсіздер. Бұл жерге міндетті түрде тек қана бұл жерге міндетті түрде қытайша жазу керексіздер тауарды іздеу үшін. Өйткені бұл жерге орысша или ағылшынша жазсаңыздар тауарлар шықпайды. Бұл жерге міндетті түрде қытайша жазасыздар. Қытайша қалай жазасыздар? Білем, сіздер қытайша білмейсіздер, бірақ та біз курс барысында бұл жерде сіздерге қалай қытайша жазасыздар, оны қалай аударасыздар, соның барлығын үйретеміз. Яғни бұл жерге тауарыңыздың атын жазасыз, содан мына іздеу деген батырманы басасыздар. Мысалға мен қазір бір тауардың атын жазып іздеп көрсетейін сіздерге. Қазір мына жерге мен қытайша жаза салайын. Енді негізі сіздерге орысша жазып қытайшаға өзгертіп істейсіздер. Оны біз курс барысында үйретеміз. Қазір мен сіздерге үйретіп бітіре алмаймын оның бәрін. Қазір мен сіздерге не іздеп берейін, сіздер өздеріңіз талап етсеңіздер де болады. Мына тауар керек болып тұр бізге деген сияқты. Қытайский тауарлардан мысалы сіздерге көрсетейін мен. Бізде қазір бізде нақты мынандай вирустар жақсы өтіп жатқан тауарлар бар, алдырып жатқан, тендерде ұтып алып табыстап жатқан кісілер бар. Қараңыздар, мынандай вирус өлтіретін, үйге қолданатын, или болмаса дәріханаларға, үйге, офиске қолданатын мынандай вирус өлтіретін лампалар бар. Осындай лампалар қазір Қазақстанда ең арзан 15 мың, 25 мың, 35 мыңнан сатылып жатыр. Енді сіздер осыны Қытайдағы бағасын көріңіздер. Небәрі 75 юан дейді. Осыны бізде нақты Қарағанды қаласына Сәке мырза болсын, одан кейін Лаура ханым, тағы басқа Қазбек мырза, солардың көп кісілердің барлығы осыны алып тендерге қатысып табыстауып жатыр. Нақты ол кісілерден мысал айтатын болсам, ол кісілер мынандан 503-ке заказ берді. Тендер Қазақстанда мысалға тендердің бағасы бұдан бізден курс оқыған кісі сразу Қытайдың бағасымен тендерге қатысты. Басқа кісілер, тендерге қатысқан кісілер Ресейден алды, басқа шетелден алды деген сияқты бұны мысалы қымбат алды да. Енді Қытайда заводта өте арзан, қараңыздар. Енді біздің курсқа қатысқан кісілер не істеді? Қытайда 75 юанмен алды да, сосын кейін 503-тік алды. 75 юан 503-тік 37.500 болады. Оған дастапқы 200 юан қосамыз, көбейтеміз 65 микті. Сонда бізде небәрі 503-тік 2.400.000 қанша болды. Ол тендерден ұтып алды. Осы 503-тікті сомен не істеді? Бір үштігі 4900 теңге, 500 теңге дастапқысымен 5,5 мың теңгеге келді Қазақстанға. Қазақстандағы тендердің бағасы 15 мың теңгемен ұтып алды. Басқалар 25 мың, 20 мың деді, бірақ ол кісі 15 мың теңгемен ұтып алды да. Сомен 5,5 мың теңгеді 15 мың теңгеден алып тастады. Сонда ол кісіге таза пайдасы 9,5 мың теңге болды. Бір лампының өзінен оптым сатқанда, қараңыздар, оптым тендерден ұтып алды. Ал енді оны розница сататын болса, даже одан да қымбат сатуға болады, одан да көп пайда қалады деген сөз. Енді сонда 9,5 мың теңгеден 500 сонда ол кісі 4 миллион 799 мың, паште 5 миллионға таяу бір тендердің өзінен осындай ұтты. Қараңыздар, бұл нақты живой мысал. Сіздерде осылай курсты оқып Қытайдан тауар алдырып тендерге қатысып, осындай қазір вируста өте сұраныс болып жатқан тауарларды сатып, үйде отырып табыс табуларыңызға әбден болады деген сөз. Живой мысалдар, адамдар осылай істеп табыс тауып жатыр. Сіздер де істеп табыс тапсаңыздар болады әрине. Тек қана бұндай тауарлар емес, қазір заводта өте көп тауарлар бар. Мысалы біз постоянно алдырып отқан тауарлар мистері қазір көрсетейін. Сатылып күшті өтіп жатқан тауарларды көрсетейін қазір сіздерге. Өзіміздің аккаунт тіркейін. Терезе жуатын іздеңізші дейді. Терезе жуатын бізде қазір несі бар? Көрсете салайыншы сіздерге живой товарды. Мінекей
терезе жуатын. Бұл оригиналсы. Бұның арасында мынандай несі болады, асылы болады. Қараңыздар, міне бұл енді сапалысы. Бұның арзандары сатып жатыр елдер 1000 теңге, 2000 теңге деп. Ондайларға алданып қалмаңыздар. Бұл нақты оригиналсының сырты мынандай болады. Бұны екі жағынан магнит болады. Терезеге бір жағына орнатасыз, ар жағын магнит бірін-бір тартып тұрады. Терезенің бер жағын жусаңыз болды, сыртына қолыңыз жетпесе, мына ар жағынан өзі автомат түрде бірге жуып береді. Өте таза жуады, өте жақсы. Осын сатсаңыздар болады. Қазір мына жаз кезінде әйел адамдар үйлерін тазалайды, терезелерін жуады. Осы өте жақсы өтеді. Сосын кейін бізде мынандай блендерлер бар, қараңыздар. Мынау оригиналысы. Бұдан тағы басқа түрлері бар. Алғаш келген, олар жақсы емес. Мыналар оригиналысы. Бұны сіздер сыртқа қыдыруға алып шыққан кезде, тауларға алып шыққан кезде алдымен үйге тоққа зарядтап аласыздар, сосын кейін сыртқа алып шығып қолдана берулеріңізге болады. Мына жерде зарядтап аласыздар алдымен, сосын кейін зарядтап алғаннан кейін, егер сізде соткаңызда тоқ бітіп қалса, сыртта жүрген кезде, мынау кармани зарядка сияқты телефоныңызға тоқ толтыра беруіңізге болады. Сонымен мынаны басасыздар, басқаннан кейін мынада қазір тоқ жоқ, тоқ толтырған жоқпыз. Тоқ толтырасыздар, сосын кейін мынаның ішіне жаңағы жемістерді, алма, көп заттар саласыздар да, ұмтақтап соқ жасап шығаратын. Әйел адамдар өте жақсы жаздың күні как раз ыстық кезде шөлдейді адамдар, сосын кейін өте жақсы өтеді осындай тауарлар. Тағы басқа тауарларымыз ана жерде бізде абрезистер тұр, және де бізде Қытайда, Қытай емес, бізде Қазақстанда складтарымыз бар, хит тауарлар, жақсы өтіп жатқан тауарлардың. Сол тауарларды біз Қазақстанда кез келген қалаларға салып бере аламыз. Яғни сіздер егер ойбай Қытайдан күтпеймін заказ десеңіздер, бізде наличный Алматыда қолымызда тұрған, складымызда тұрған тауарларды алып сатсаңыздар да болады. Біз курстан өткен кісілер болатын болса, бір үштік болса да бере береміз. Ал енді көп алу керек болса, онда 13-тен басталады оптым. Басқа кісілер болатын болса, осылай кез келген заттарды сіздер Қытайдан прямой заводтан арзан бағада алдыра аласыздар. Енді біздің алдырып жатқан тауарларымызды көрсете кетейін. Мынандай кофталар болсын, қазір бізде тендерде қазір мынандай коробкалар жақсы өтіп жатыр, дәрі салатын. Өйткені қазір адамдардың бәрі дәріге не болып жатыр, сол үшін дәрі жасап жатқандар кісілер бар, мұсылманский дәрілер жасап жатыр деген сияқты. Солардың бәріне мынандай міне жаңағы машинаға неге қолданатын мынандай ключтерді бәрін алдыра аласыздар. Қытайда бағалар өте арзан. Коляска болсын, мынандай перделер өте хит болып жатыр қазір, қазақи мынандай перделер. Осылар біз алдырып жатырмыз. Жұмагүл ханымдар заказ берген, бұйыртса жақын арада келеді тауарлары. Размеріне байланысты аласыздар. Мынаның бәрі тендердің тауарлары. Мінекей қараңыздар, бізде мына Байсат базарында үлкен мұсылманский үлкен базар бутик ашылды, дүние жүзі бойынша тауар тарқататын мүслім деген. Ол жерде Әнуар деген кісі бізде осындай тендердің тауарларын прямой біз арқылы заводтан алдырып отыр. Мынандай мақта жасайтын аппараттар болсын, мынандай ноутбукке қолданатын заттар, мынандай сақал мұрт алатын, шаш алатын заттар болсын. В общем, мынау деген алтын іздейтін аппарат болсын, кез келген киім кешек болсын. Міне бассейндер тұр, қараңыздар. Мына бассейндер барахолкадағы бағасы 50 000 деп тұр, оптың бағасының өзі. Қазір мына жерде бағасын есептеп бересіздерге, размерінен байланысты екен. Размерінен байланысты 358 юан есептеп берейін. 358 юан қосылған дастап 50 юан десек, көбейтеміз 65-ті. Сонда мынау 26 000 теңгеге қараңыздар. Бұл барахолкада оптың бағасының өзі 45 000, 50 000 деп тұр, қараңыздар. Сонда мына жерде заводтағы бағасы 25 000, 26 000 дейді. Сонда деген 2 есе қосып сатып, 1 есе қосып сатып тұр ғой, 25 000 болса 50 000 деп сатып тұр. Мінекей, мынандай нелер, карбаттар, кез келген заттарды сіздер прямой заводтан өте арзан бағада алдыра аласыздар. Енді мына жерде екі баға тұрады, оның размеріне байланысты болады. Ал мына жерде заводтың жылы тұр, 9 жыл деп. Енді бұл жерде тағы басқа сапасын заводын тексеретін өте жақсы білімдер бар. Оны біз курс барысында үйретеміз. Курс барысында толыққанды осы сайтқа тіркелесіз. Бірінші, екінші қалай заказ бересіз, одан кейін Қытаймен қалай сөйлесесіз, мына қалың қытайшаны қалай орысшаға аударасыз, қазақшаға аударасыз. Оның барлығын үйретеміз. Ешқандай қиындық тудырмайды. Біз өте халыққа жететіндей етіп, өте түсінікті, қарапайым тілмен үйретеміз. Яғни артық описание деп мынандай сөздерді қосып, қытайша қосып, адамдардың басын ауыртпаймыз. Бізге сіздердің тез-тез үйреніп, тез-тез бизнестеріңізді бастап, тез-тез табыстауларыңыз керек. Яғни біз көз алдағын емес, болашақта бізбен партнер болатын, бізбен ұзақ уақыт жұмыс жасайтын адамдарды, команданы жинаймыз.
Сол үшін біз халыққа өте қарапайым тілмен, өте оңай жолдармен үйрететін боламыз. Сол үшін ой анау қытайша ғой, анау қытайдікі ғой, мындай ғой, андай ғой деген сияқты. Мен сотка білмеймін ғой, ноутбукты жасай алмаймын ғой, рекламаны ұқпаймын ғой, инстаграм қақпаймын ғой, андай ғой, мұндай ғой деп қалың бір проблемаларды бүйтіп алдыңызға бөгет қылып алмаңыз, табыс табуыңызға. Оның бәрі шешіледі, шешілмейтін нәрсе жоқ, істей алмайтын адам жоқ дегенде, істей алмайтын жұмыс жоқ, істей алмайтын адам бар деген сияқты. Сол үшін сіздер өздеріңіздің кедергілеріңіздің барлығын жоғалтыңыздар, тек қана бізбен бірге болыңыздар, үйреніңіздер, қолға алыңыздар, істеңіздер. Ешқандай көп қаржы керек емес, қысқа уақытта істеп дамып кетулеріңізге болады. Сол үшін андай болып қалды ғой, мындай болып қалды ғой, қымбат сөйтіп қойдың ғой, бүйтіп қойдың ғой деп кешке шейін біреуді жазғырып, өзіңіздің ойыңызда қорқыныш үшін, өзіңізге жасаған кедергіңіз үшін біреуді жазғырып, біреуден көріп, бүйтіп сөйтіп уақытыңызды өткізіп, бүйтіп миыңызды жеп, басыңыз ауыртып отқанша, қазірден бастап жүрегіңізді тазалап, тек қана алға деп істесеңіз, сізден міндетті түрде нәтиже шығады. Басқалардың тауып отқан миллион, басқалардың тауып отқан 5 миллион сізде табасыз. Сізде де ода бар ми, сізде де бар, ода бар қол, сізде де бар. Ноутбук сотканы сізде шұқылай аласыз, ода үйренді, ода білмейді, сізде білмейсіз, енді үйреніп сізде істеп кете аласыз деген сөз. Сол үшін сіздерге осындай үйде отырып табыс табуға қажетті ең бірінші Қытайдан 1688 сайтынан тіркеліп заказ беруді біз даму курсында өткіземіз. Біздің даму курсымыз 1 апта болады. Ода біріншіден осы 1688 сайтынан сенімді, сапалы, арзан тауарларды заказ беріп Қазақстанға Қытайдан алдыруды үйретеміз. Екіншіден, сол алған тауарларыңызды үйіңізге жинап қоймай, инстаграмға таргет рекламасы деген бар. Бүткіл тікелей эфирге шығып, живой түрде сатып, базарға шықпай-ақ үйіңізде отырып, қалай реклама жасап сатуды үйретеміз. Біріншісі, ең бастысы, сатудың бірінші маңыздысы реклама. Реклама бар жерде бизнес бар, реклама жоқ жерде сауда жоқ деген сөз. Сол үшін интернетте сіз рекламаны жақсы жүргізу керексіз. Реклама болмаса, сіз тауарды шығармасаңыз, елге көрсетпесеңіз, ол қайдан біледі? Менде сауда жоқ, менде заявка жоқ деп отырғанда, не үшін сізде сауда жоқ, елдер сізге неге заявка бермейді? Өйткені сіз реклама шығарған жоқсыз, ерініп отырсыз деген сөз. Сол үшін табыс табамын, бизнес табамын десеңіз, сіздер онда ерінбеңіздер, реклама жіберіңіздер. Рекламаны қалай жақсы жіберуді біз курс барысында үйретеміз. Екінші құрал осы бізде үйретеді. Үшінші құрал сату өнерін үйретеміз. Мен сияқты жақсы сөйлей алатын, тауарларды жақсы түсіндіре алатын, клиенттің проблемасын, қандай проблема айтса да соны шеше алатын, сөзге пәле болып, сатуға пәле боламын десеңіздер, онда бізден келіп сату өнерін үйреніңіздер. Мен Қытайдың қалай сатып, қалай сөйлеседі, қалай клиенттерге жұмыс жасайды, қалай клиент тияды, қалай сапалы қызмет көрсетеді, соның барлығын үйренгім, әрі істеп жатырмын, тәжірибемде бар, сіздерге үйрететін боламын. Төртіншіден, сіздерге айтайын, біздің үйрететініміз ол есемем инстаграм жүргізу, инстаграмға тікелей эфирге қалай шығасыз, инстаграмға тауарды қалай саласыз, үйде отырып инстаграмда интернет магазиніңізді ашып, үйде отырып қалай табыс табасыз. Төртінші үйрететініміз. Бесінші үйрететініміз ол біз таргет деген реклама бар. Яғни сіздер білесіздер ма, инстаграмда білесіздер ма, бір компаниялардың болсын, бір блогерлердің реклама шығып тұрады ғой, ой мынаған тіркеліп бүйтсейді, бір көргенде адам қызығып кетесің ғой, видео реклама. Сол рекламаны сіздер жасай аласыз. Елдерді сізде қызықтыра аласыздар. Оны біз үйретеміз. Соткада қалай жасау керек, ноутбукте қалай жасау керек, таргет рекламасын үйретеміз. Жалпы осы 5 құралды үйрететін боламыз. Арнайы таргет маманы жалдаймыз. Арнайы біздің ресми мамандарының сабақтары бар. Және де арқалай практика жүзінде де көрсетеміз. Егер Алматыдағы кісілер болса, біздің офисқа келіп, живой түрде, офлайн түрде үйренулеріңізге болады. Егер басқа қалада болсаңыз, үйіңізде отырып үйренулеріңізге болады. Бізде заказ қабылдаушы арнайы менеджерлеріміз бар. Егер кез келген тауарға заказ бергіңіз келсе, кез келген затыңызды заказ беріп алдыруларыңызға болады. Енді кеттік, ары қарай жалғастырамыз. Бізде қазір жақсы өтіп жатқан тауарлар осылар. Одан кейін мыналардың бәрі курста өтілетін сабақтар, енді соны курста үйретеміз сіздерге. Осы 1 апталық курсымыздан осы жалпы жаңа айтып өттім, 1688 сайтын үйретеміз деп біріншіден, екіншіден сатылым әкелетін клиенттің қызығушылығын оятатын реклама жасау түрін үйретеміз. Үшіншіден сату өнерін үйретеміз. Төртіншіден есемем инстаграм жүргізу, инстаграмда подписчик жинау, инстаграмды дамыту, инстаграм арқылы тауар сатуды үйретеміз. Және де таргет рекламасын үйретеміз. Ары қарай бізбен серіктес болып жұмыс жасауларыңызға болады. Қазір
бізде біз арқылы серіктес болып басқа қалаға бизнес ашамын, дамытамын, или болмаса сіздерден тауар алып бастаймын, или Қытайдан заказ беремін деген кез келген кісілерге біздің есігіміз кез келген уақытта айқара ашық. Тек қана жақсы ниетпен бастасаңыздар, бәрі жақсы болады. Әрекет етсеңіздер, берекеті болады. Сол үшін кез келген проблеманы біреуден іздеп, сылтауды біреуден іздеп отырмай, барлық нәрсені өздеріңізден іздеп, өздеріңіздің сана идеяларыңызды, қорқыныштарыңызды жеңіп бастап келсеңіздер, иншалла саудаларыңыз жүреді, үйде отырып табыс таба аласыздар. Ойбай андай болып қалды, ойбай мындай болып қалды деген сияқты проблемаларды қазірден бастап жояйық, құртайық. Тек қана алға бизнесмен болыңыздар, көп ақша табыңыздар, елдер тапқан табыс сіздер де табыңыздар. Карантинда наоборот табысты көп табыңыздар. Карантин қашан бітеді? Карантин бітсе бизнес бастаймын, карантин бітсе сөйтем. Кейбір кісілер бар, мен бір айдан кейін бүйтем, сөйтем, ертең сөйтем, бүйтем деп жүреді, сол күнде ертең не болмаса андай мындай деп жүре береді. Өйткенше бар ғой, дәл қазір бастап кетіңіз. Идея сізге қазір келді ма? Сізге мүмкіндік қазір алдыңызға кеп тұр ма? Сізге әзір үйрену керек болып тұр ма? Қазір көріп тұрсыз ба? Соны білдіңіз ба? Жолын болды, бастап кетіңіз. Ары қарай ештеңе керек емес сізге. Сол үшін оны ертең бастаймын, ертең ақшам болады, айлығым ана кезде түседі, не болмаса күйеуім ұрсады, ақылдасам, или карантиннен кейін бастаймын, қош қазір андай мындай деген сияқты проблемалардың бәрін алып тастап, қазір бастаңыз. Қазір бастасаңыз, иншалла, сіз тез бастап кете аласыз. Ертең бастаймын десеңіз, еріншектің ертеңі таусылмайды деген сөз. Ертең бастаймын деген сөз, істемеймін, бастамаймын деген сөз. Сол үшін істегіңіз келе ма, табыс тапқыңыз келе ма, дәл қазір бастап кетіңіз. Жақсы, көп сөйледім ғой деп ойлаймын, көп сіздерге пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Егер әлі де ала алмай жатсаңыздар, жалғасы бізге хабарласып, сіздерге өздеріңізге қажетті ақпараттар, қажетті бізден қызметтер, көмектер керек болып жатса, бізге тікелей шығып, заказ бергілеріңіз келсе, или болмаса осы біздің даму курсымыз арқылы 1688-ге тіркеліп табыс табамын десеңіздер, онда сіздер не істесеңіздер болады, біз арқылы жұмыс жасасаңыздар болады, хабарласаңыздар болады, біз сіздерге кез келген. Бірақ та біз осы тікелей эфирде бастан аяқ бағанадан бері қатысып отқан кісілер, осы қазір тікелей эфирден кейін алдыңғы хабарласқан адамдарға біз 24 сағат бойы хабарласқан адамдарға 50% жеңілдік береміз. Яғни осы тікелей эфирден кейін бізге звондап хабарлассаңыздар, мына 35 мыңның 50% қанша болады? 17.500 теңге бола ма? Сонымен қатыса аласыздар. Содан кейін тағы айтатыным, тағы да бір жеңілдігім бар, сіздерге айтайын. Дәл бүгін 24 сағат емес, сағат 12-ге дейін, түнгі 12-ге дейін, яғни 00-ге дейін төлем жасап үлгерген кісілерге біздің курсымыз небәрі 9900 теңге болады. Түсіндіңіздер ма? Ертең осы уақытқа дейін жазылып болған кісілерге 17.550%-бен болады да, и тура қазір сразу осы қазірдің өзінде даже төлем жасап үлгерген кісілерге сағат 00-ге дейін жазылған төлем жасап үлгерген кісілерге мен 9900 теңгеге жасап бердім. Бұл өмір болмаған нәрсе. Негізі біз бұдан бұрын ұзақ кеткенде 19 мыңға түсіреміз, әйтпесе түсірмейміз бағасын курстың. Қазір мына карантинға байланысты бүгінгі тікелей эфирде уақытын құртып отырған кісілердің құрметіне мен өте жақсы жеңілдіктер беріп отырмын. Осы жерде отырған кісілер білет біздің курстың бағасы бұрын қанша екенін, оқып жүрген кісілер білет. Қазір мен сіздерге бұрын болмаған өте жақсы, үлкен зор мүмкіндікті беріп отырмын. Яғни бүгін сағат 00-ге дейін, яғни қазірден бастап тіркелген алғашқы 10 адамға дейінші жарайды. Алғашқы 10 адамға 9900 теңгеге тіркеле алады. Төлем қалай жасалады дейді. Төлем төменде 8747 490 7283 деген нөмерде біздің Каспий Голд нөмер, соған төлем жасайсыздар. Сосын кейін уже сразу тіркеліп біздің курсқа бастап кете аласыздар. Біздің курс негізі 5 тамыз басталады, 5 тамыз басталады, бірақ та бүгін дәл қазір осы сабақтан кейін алғашқы тіркелген 10 адамға мен 9900 теңгеге жаза аламын, сразу тіркелген адамдарға. Жарай ма? Ал енді бұрынғы адамдар уже бізде 35 мың, 50 мың, 70 мың деп тіркелген, бірақ та мен қазір курстың бағасында түсірдім, и сосын кейін 50% жеңілдікті де бердім. 24 сағат ішінде ойланып 50% жеңілдікпен 17500 теңгемен жазыла аласыздар. Егер уже болдық, біз істейміз, бастаймыз десеңіздер, 9000, небәрі 9900 теңгеге алдыңғы 10 адам мүмкіндігі бар. Қазірден бастап төлем жасап үлгерсеңіздер болады. Қытайдан қалай тауар алуды, қалай заказ беруді, сосын кейін қалай жұмыс жасаудың барлығын
біз үйрете аламыз. Курс барысында ары қарай 1688-ді де тіркеп те бере аламыз. Тауар алуыңызға, үйде отырып бизнес жасауыңызға, сатуды үйренуіңізге, таргет рекламасын, Instagram реклама жасау барлығын үйреніп шығасыздар. Жоқ, 9900 теңге қазір, ешқандай шатаспаңыздар. Қазір бізге төлем жасаған кісілерге небәрі 9900 теңгеге жазылады. Түсіндіңіздер ма? Килограмм бағасы біздерде курс оқығандарға 1100 теңгеден, курс оқымағандарға 1500 теңгеден болады. Доставка. Көрдіңіздер ма? Конкурс қашан деп конкурс аңдып отқан кісілер бар екен. Қазір бастаймыз, сұрақтарыңызға жауап беріп алайық, конкурс бастаймыз сосын кейін. Көп 10 адамымыз түскетті біздің. Курс ба, енді түскен адамдарға курс керек емес, конкурс керек емес деген сөз ғой, біздің бонустар керек емес. Заттар 1688 сайтына заказ арқылы келе ма дейді. Заттар 1688 заказ берсе келе ма? Заказды біз қалай беру, өздеріңіз қалай заказ беруді үйретеміз 1688 сайтынан. Сол біз үйреткен бойынша сіздер өздеріңіз 1688-ге біз тіркеп береміз, тіркеліп алған заказ бересіздер. Сосын кейін ары қарай заказ беріп тауар алдыра аласыздар, кез келген тауарларды. Қытайдан айтып жіберіңізші, қай нөмерге төлем жасайды дейді. Түсінбедім оныңызды. Қазір курсқа төлемді айтып асыз ба? Курсқа төлемді тікелей эфирде тұрған нөмерге жасайсыздар. Каспий Голдқа. Алдыңғы 10 адамды қабылдаймын. Одан кейінгілер уже 50%, 17500 теңге болады. Алдыңғы 10 адамға мен небәрі 9900 теңгеге оқыт алатын боламын. Енді қандай сұрақтарыңыз бар? Тоқтап қалды. Не тоқтап қалды? Косметика ғана, комментария ғана көрініп тұр дейді. Комментария ғана көрініп тұр ма? Мен көрінбей қалдым ба сіздерге? Көрініп тұр ма или? Жақсы. Осы дамумен бірге дамып, өз бизнестеріңізді бастап, үйде отырып, карантинда бос отырмай, табыстабам деген кісілер болса, келіңіздер, есігіміз ашық, бизнестеріңізді бастаңыздар, бізбен бірге болыңыздар жалпы. Қазір міне 2 адам жазылып болды уже курсқа. Балжан деген кісі жазылып жатыр, сосын кейін Жұлдыз деген кісі жазылды. Маладес, құттықтаймыз. Біздің алдыңғы 10 адамға тіркеліп үлгердіңіздер. Енді небәрі 8-ақ орын қалды. Егерде қазіргі жеңілдікпен үлгеріп тіркеліп бизнес бастаймын, осы жеңілдікпен оқимын деген кісілер болса, тез-тез тіркеліп алыңыздар. 1688 сайтын тіркеп береміз. Еще курсқа қатысқан кісілерге тағы да беретін бонустарымыз бар. Оны курс уақытында айтатын боламыз. Ол жерде де жақсы бонустарымыз бар. Яғни сіз курсты оқып алғаннан кейін де біз сізге көмектесеміз. Көп кісілер бар да, көп жақтар бар да, мысалы 1 апта кезінде ғана көмектесіп, одан кейін қарамай қояды деген сияқты. Бізде ондай жоқ. Бізде қазір жұмыс жасап жатқан кісілер бар. Мысалы, жерде Жұмағұл ханым шығып отыр, тағы Тәттігүл ма көп кісілер шығып отыр. Бұрын бізден курс оқып, әзірге шейін тауар алдырып жұмыс жасап жатқан кісілер. Біз курс кезінде емес, курстан кейін де сізге жауапкерші боламыз. Яғни сіз заказ бергіңіз келе ма, тауар алғыңыз келе ма, доставка жасағыңыз келе ма, или бірдеңе ұқпай қаласыз ба, бірдеңе жасай алмай қаласыз ба, ұмытып қаласыз ба, біз бәріне көмектесеміз. Яғни сіз курстан кейін ұмытып қалсаңыз, білмей қалсаңыз, біз сабақты қайта сізге жіберіп береміз. Қайталап көріп, үйреніп, бастап кетуіңізге болады. Міне уже көркем 3-ші адам тіркеліп жатыр курсқа, қараңыздар. 7 орын қалды, алдыңғы 7 орын қалды, уже 7 орында толып кету мүмкіндігі өте зор. Сол үшін бүгінгі мүлдем болып көрмеген дамуда, біздің дамуда мүлдем болып көрмеген, бұрын білет бізде курс оқып жатқан кісілер 35 мың ең арзанның өзі 25 мың, 19 мың ең арзанына оқып көргенбіз. Қазір ондай жеңілдіктер уже болмаған жеңілдіктер болып жатыр, тек қана алдыңғы 10 адамға. Одан кейінгілерге 50%. Ертең жазылам дегендерге 50% бен 17.500 теңгеге тіркеле алады. Тауар алып жүрміз дейді мала. Не, Нұрсәуле ханым маладес. Нұрсәуле ханым бізде орамалдар алдырдыңыз ғой сіз, Орамалдар алдырды. Нұрсәуле ханымның отыптарын көрген шығарсыздар. Орамал алып, ол кісі тұрси сатып кетті ме, артынан бірдеңе болды. В общем, бизнесін бастап жатыр, маладес. Даже бірінші күннің өзінде 23 тұрсиді бір күнде сатып жүрген ғой. Маладес деп жатырмын. Жақсы. Бізде қолымызда бар тауарлар да бар. Сіздер егерде алып сатамыз, аламыз дейтін кісілер болатын болса,
прямой осы Қытайдан күтпей алып сата берсеңіздер де болады. Біз қолда бар тауарларды курс оқыған кісілерге минималный ішкі бағасымен беретін боламыз. Курс оқымаған кісілер болатын болса, олар енді біздің қызметімізді қосамыз деген сияқты, пайызымыз қосамыз. Қорықпай заказ берсеңіздер болады. Мінекей Жұмагүл ханым біздің уже қазір бізбен жұмыс жасап жатқаны Жұмагүл ханымға 1-2 жыл болып қалды деймін, Жұмагүл ханым, сіз уже 2019-2018 содан бастап жұмыс жасап жатырсыз, одан кейін доставка жағы бізде негізі қазір КамАЗбен 2 аптада келіп жатыр. Оның басында біраз тауарлар кешіккен жоқ емес, кешікті. Себебі қазір Қытайда біресе шекара ашылады, біресе жабылады деген сияқты, біресе шекара тексеріп кетеді, біресе шекара ашылып қалады деген сияқты. Сол сияқты нәрселер арасында болып тұрады, бірақ күнде емес. Ондай проблемаларды бірге көреміз, бірге шешеміз, ол халық бәрі көріп жатыр деген сөз оны. Тағы басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Курсқа уже 5-6 адам тіркеліп болды. Уже соңғы 4 орын қалды курсқа. Соңғы 4 орын. Үлгеріңіздер, бизнес бастаңыздар, карантин сылтауратып, үйде бос отырып, инстаграммен уақыттарыңызды өткізбей, наоборот, бір тауар болса да рекламаға жіберіп, бір тауар болса 1000 теңге болса табыс табыңыздар, бізбен бірге. Бұйыртса, бұдан кейінгі курстарымызда өте жақсы болады, бұдан кейінгі қызметімізде өте жақсы болады. Бұдан бұрында енді жасап жатырмыз, шамамыздың келісінше, Алла қаласа, бұдан кейінде клиенттің ризашылығымен жұмыс жасаймыз, әрі сапалы қызмет өтейміз. Бұйыртса, бізбен бірге болыңыздар, ешқашан біреуден сылтау іздеп, карантин сылтауратып, үкімет сылтауратып, уақыттарыңызды кетірмеңіздер, тек қана бай болыңыздар, дамыңыздар. Жақсы, енді даму курсына қатысам дейтін кісілер болатын болса, тағы да хабарласа жатасыздар. Төменде телефон номер қалдырып қойдым. Енді конкурсқа қатысам деуші кісілер болса, біздің курс туралы толық ақпарат алғысы келген кісілер болса, төменде телефон номерге WhatsApp-қа шығыңыздар. Қазір мен сіздер тікелей эфирде күтемін. WhatsApp-қа шығып, телефон номерлеріңізді қалдырып, конкурсқа қатысамын, или болмаса курсқа қатысамын, тауар аламын, 1688 сайтын, және мен сіздерге берем деген бонустар бар ғой. Қазір сіздерге беремін деген бонустарды көрсетейінші, қазір қараңыздар. Қайтадан көрсетіп өтейін. Мен сіздерге бүгінгі тікелей эфирде отырған кісілерге беретін бонустарым. Біріншісі, сабақ соңында беретін карантинда айналысуға болатын 5 тауар саласын беремін. Бірінші бонусым. Тек қана бізге осы 8747 490 7283 нөмеріне WhatsApp-қа шыққан кісілерге мен бірінші бонусым карантинда айналысуға болатын 5 тауар саласын берем. Екінші, 2020-да хит болып атқан, яғни біздің қолымызда наличный бар, осы Қазақстанда складымызда бар хит новый тауарлардың каталогын беремін. Каталогын ссылкасын беретін болам. Сол жерде тауарлардың рекламасы барлығы дайын тұр. Видео реклама, фото реклама дайын тұр. Сол жерде сіздер көріп, өздеріңіздің соның фотосын, видеосын көшіріп алып, реклама жасап, уже бастап кетсеңіздер болады бизнестеріңізді. Сосын кейін 1688 сайтын қондырып беремін. 1688 қалай сайтын қалай қондыру керек, соның барлығын осы қондырып беретін болам. Сосын кейін конкурс болады. Яғни сіздер 8747 490 7283 нөмеріне қазір сразу WhatsApp-қа шығасыздар. Сосын кейін нөмерлеріңізді қалтырасыздар, конкурсқа қатысамын или басқа сұрақтарыңыз бойынша шығасыздар. Сосын кейін сіздерге осы бонустарды бірден жіберетін боламыз. Егер курсқа қатысамын, қатысып үлгерейін деген кісілер болса, қазір сразу оплата жасасаңыздар болады. Себебі бізде қазір орындар саны шектеулі. Алдыңғы 10 адамға береміз осы 9900 теңгені. Одан кейінгілер 17500 теңге қымбаттап кетеді. Осы 9900 теңгемен үлгеріп жазылам деген кісілер болса, қазір сразу оплата жасап үлгерсеңіздер болады. Ары қарай конкурсқа қатысамын дейтін кісілер осы 8747 490 72